Имран есімі. Имран есімі араб тілінен шыққан. Имран есімінің мағынасы дұрыс немесе болуы керек дегенді білдіреді. Бұл көне есім мұсылмандардың бас кітабы Құранда айтылған. Имран салиқалы адам. Ол Иса пайғамбардың атасы болған. Имран есімінің тағы бір аударма нұсқасы бар. Ол өмір дегенді білдіреді. Имран мұсылман әлемінде кең таралған. Имран жомарт, тәуелсіз, өзіне сенімді, шешімді және батыл адам. Имран ақылдың жақтаушысы, сондықтан ол әрқашан парасатты, объективті, ұстамды, нақты адам болуға тырысады. Ол ақылды, білімі жақсы, кез келген тапсырманы адал орындайды. Сонымен қатар мейірімді, достары көп. Имран ізденімпаз, ақылды бала. Талантты, шығармашылық қабілеттерін дамытуға тырысады. Ол көп оқиды, өнер мен музыканы жақсы көреді. Бала кезінен тарихта өзінің ізін қалдыруды ойлайды. Құрдастарының арасында жетекшілік етіп, түрлі шараларға қатысқанды жақсы көреді. Білімге құмар, мектептегі барлық пәндерден оңай жетістікке жетеді. Үздік болғанды ұнатады. Тек оқуда ғана емес, спортта да әрқашан бірінші болуға тырысады. Оның жағымсыз қасиеттері өзіне сенімсіздік, құпияшылық, тұйық және өте көпшіл адам емес болуы да мүмкін. Сонымен қатар ол қатты эмоционалды адам болуы мүмкін. Оның отбасымен жанжалы және күнделікті қиындықтар терең депрессияға келуі мүмкін. Имран атақты саясаткер, қоғам қайраткер немесе суретші бола алады. Ол техникалық пәндерді ұнатады. Сондықтан бағдарламашы, инженер, электроник немесе дизайнер болып жұмыс істеу арқылы табысты бола алады. Өзінің өмірлік серігін өте талғампаз таңдайды, ешқашан үйленуге асықпайды. Әдетте Имран бұрыннан таныс қызға үйленеді. Ол Имран өте жақсы күйеу, әке бола алады. Ибрахим есімі. Ибрахим есімі ескі арами тілінен бастау алады. Мағынасы халық әкесі, ұлы әке, аса мәртебелі әке деген мағынаны білдіреді. Абрам есімнен шыққан деседі. Кей деректерде айтылғандай, Ибрахим атауының иврит тілінде қатысы жоқ. Өйткені Ибрахим пайғамбардың туылған жері Ирак өңіріндегі ертеректе бой көрсеткен Куиси есімді көне қалатын. Аталмыш қаланың қазіргі таңда қираған үйіндісі Ибрахим төбешігі деп аталады. Таллу Ибрахим. Сондай-ақ Ибрахим есімін күрді тілінен туындаған дейтіндер де бар. Ибрахим есімі күрді тілінен аударғанда бауыр және жартас дегенге саятын бар. Мен хам сөздерінің қосындысынан тұрады. Осыған қарағанда Ибрахим жартастың бауыры деген ұғымды білдіріп тұр. Бәріне белгілі болғанда Ибрахимнің әкесі тастан қашап пұт жасайтын болған. Ендеше Ибрахим деп аталымда түп төркіні сонда жатса керек дейді. Аталмыш есімді араб тілінде Бурхан сөзімен байланыстыратындар да жоқ емес. Бурхан сөзі араб тілінен аударғанда бұл тартпас дәлел, ашық айғақ дегенге саяды. Оның көпше түрі Барахин, сондай-ақ Ибрахим есімі бұл тартпас дәлел мен ашық айғақ иесі дегенді білдіреді. Ардақты пайғамбар әр нәрсеге дәлел іздеп, әр нәрсенің түпкі себебін табуға талпынатын. Өз уақытындағы подперестермен сөз сайысына жетісіп, сенімдерін түкке тұрғысы екендігін ақылға қонымды ашық айғақтармен дәлелдеп беретін. Осыған орай Ибрахим деген есім таққан деседі. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Ахмет есімі. Ахмет есімі бастапқыда араб түбірі бар және осы аймақтардан шыққан. Егер сіз бұл атауды орыс тіліне аударсаңыз, мадақтауға тұрарлық немесе ең даңқты, Аллаға немесе шүкіршілік айтатын аударма нұсқасы да танымал. Оның көптеген туынды сөздері болады.
мысалға Ахмет есімі Мұхаммедтің өзгертілген есімі болуы мүмкін деген нұсқа да бар. Ол мұсылман елдердің көпшілігінде әдетте таяу шығыста жиі кездеседі. Жастайынан Ахметтің мінезі өте қатал және тәуелсіздікке құштар болады. Ол өзін басқаруға немесе ұруға жол бермейді. Ол әсіресе физикалық күш көрсету бірінші болуға тырысады. Сонымен қатар іскер адам тіпті жасөспірім кезінде де қосымша ақша табу схемасын жасай алады. Өсе келе Ахмет мақтаншақ, төзімсіз, тәуелсіз болады. Ол көшбасшылық қасиеттерінің арқасында табысты мансап жасай алады. Егер оны таңдаған мамандығы белсенді түрде пайдалануды көздейтін болса, Ахметтің мансапты өсуде қиындықтары болуы мүмкін. Ол күйзеліске төтеп беруді ұнатпайды. Сосын келесі мамандықтармен мындай мамандықтар таңдай алады: менеджер, аудармашы, турагент. Ахмет өзінің физикалық ерекшеліктеріне байланысты бұл мамандықтарды, яғни механик, электрик, тас қалаушы сияқты мамандықтарды жиі таңдайды. Ахметтің жақсы көретін жалғыз адамы ол өзі, бірақ отбасына, жұмысына әбден берілген болып табылады. Альтаир ол араб тілінен шыққан және ұшатын дегенді білдіреді. Бірақ бұл атау Аққила шоқжұлдызындағы ең жарық жұлдызын, сондай-ақ 12-ші ең жарқын жұлдыздың атынан шыққан. Оны жай көзбен көруге болады. Арабша түбірлерінен басқа Альтаир атауы грек-латын мәдениетімен байланысты. Мұнда құс дегенді білдіреді. Осының бәріне сүйене отырып, бұл есімнің ең дәл мағынасы ұшатын қыран болар еді. Бірақ ол көбінесе ұшатын сұңқар деп аударылады. Бірақ бірінші нұсқа шынайырақ болып табылады, өйткені бүркіттің шоқ жұлдызындағы жұлдызға қатысты. Атаудың нақты шығу тегін түсіну өте қиын. Альтаир араб текті, бірақ арабтар сирек қолданады. Бірінші жартысы ағылшын бөлшектеріне ұқсас және таир құс деп аударылады. Сірә Альтаир есімі исламға дейінгі пұтқа табынушылық дәстүріне жатады. Өткен ұлына құс атын қоюды шешетін мұсылман дінін елестету қиын. Альтаирдың туа біткен шығармашылық қабілеттері бар. Кейде олар өздерін көрсетеді және шығармашылық қабілеттерін. Және ерте балалы шақтан олар байқалуы мүмкін, бірақ кеш байқалуы да мүмкін. Альтаир оларды ашуға көмектесу керек Альтаирге. Ол шамадан тыс импульсивті, өзімшіл болуы мүмкін. Сонымен қатар Альтаир жақсы қарым-қатынасқа және достармен тез табысуға, бірақ олар өзінің мінезінің ерекшелігіне байланысты олардан айырып қалуы мүмкін. Ол әлемге пессимистік көзқарастармен қарауы мүмкін. Кез келген тапсырманы орындауға мәжбүрлеу өте қиын. Альтаир әртүрлі салаларда дамыған, яғни шығармашылықта да белсенді, спортты да жақсы көреді, жаңа хобби іздеуді де тоқтатпайды. Альтаир өзінің хоббиін кәсіпке айналдырса жақсы болар еді, өйткені өзін табу оған оңай емес. Табысқа жету үшін Альтаир табандылықты үйренуі керек. Көбінесе Альтаир шығармашылық мамандықтарды таңдайды: суретші, актер, әнші. Ол отбасын құруға асықпайды. Бірақ егер бұл қадамға баруды шешсе, ол бірден идеалды күйеу болады. Аяулы әке, сенімді тірек, отбасының қожайыны болады. Отбасын бірінші орынға қойып, Альтаир оның игілігі үшін бәрін береді. Қиын мінезіне қарамастан, ол сырттан қандай қиындықтар болса да, өзінің жаман көңілін немесе агрессиясын ешқашан отбасына бермейді.